Балалар, номер 480 есепті шығарайық. Өрнектің мәні альфаға тәуелсіз болатын көрсетіңдер дейді. Қараңыздар міне. Бірінші өрнекті ықшамдап аламыз. Бірінші бөлшекте екі санның қосындысының квадратын беріп тұр, иә. Енді ашайық. Бірінші санның квадраты, яғни синус альфаның квадраты, міне, иә. Одан кейін плюс 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі 2 көбейтілген синус альфа көбейтілген косинус альфа, плюс екінші санның квадраты, яғни косинус альфаның квадраты. Ары қарай плюс екінші жақша екі санның айырымының квадраты, а минус в-ның квадраты. Яғни біріншісінің квадраты синус альфаның квадраты минус 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі 2 синус альфа косинус альфа плюс екіншісінің квадраты, яғни косинус альфаның квадраты. Енді қараңыздар, жақшаны ашайық. Синус альфаның квадраты дегеніміз синус квадрат альфаны береді, плюс 2 синус альфа косинус альфаны береді, плюс косинус квадрат альфаны береді, плюс синус квадрат альфаны береді. Одан кейін минус 2 синус альфа косинус альфаны береді, плюс косинус квадрат альфаны береді. Енді қараңыздар балалар, синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы бізге не беретін еді? Бірді береді, иә. Одан кейін 2 синус альфа косинус альфа минус 2 синус альфа екеуі қысқарып кетеді. Өздері бірдей таңбалары әртүрлі болғандықтан 0 болып кетеді қосындысы. Одан кейін синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы тағы да бірді береді, яғни плюс 1 тең 2-ге тең екен. Балалар, екіншісінде екі санның қосындысының квадраты ретінде ашамыз. Бірінші тангенс альфаның квадраты тангенс квадрат альфа болады. Плюс 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі 2 көбейтілген тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа болады. Плюс одан кейін котангенс альфаның квадраты котангенс квадрат альфаны береді. Минус, мына минус жазып қоямыз. Минус жақшаның ішінде бірінші тангенс альфаның квадраты тангенс квадрат альфа минус 2 еселенген тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа, иә. Плюс котангенс альфаның квадраты котангенс квадрат альфаны береді. Тең. Енді балалар қараңыздар, жақшаны ашамыз, таңбадан абайлаймыз. Бірінші жазып қояйық. Тангенс квадрат альфа плюс тангенс альфа мен котангенс альфаның көбейтіндісі бізде не беретін еді? Екеуі бізде бірді береді. Яғни 2-ні 1-ге көбейтсек 2-ні береді. Плюс котангенс квадрат альфаны жазып қоямыз. Минус, міне жақшаның ішінде минус пен плюс минус береді, минус тангенс квадрат альфа болады. Одан кейін минус пен минус плюсты береді. Плюс 2 тангенс альфа мен котангенс альфаның көбейтіндісі тағы да бірді береді. Көбейтілген 2 жазылмайды, 1 жазылмайды, 2-ның өзі болады, иә. Минус, минус пен минус плюс минусты береді, котангенс квадрат альфаны береді. Енді қараңыздар, тангенс квадрат альфа мен минус тангенс квадрат альфа қысқарып кетеді. Котангенс квадрат альфа мен минус котангенс альфа квадрат альфа қысқарып кетеді. Сонда бізде 2 плюс 2 қалады, яғни 2 плюс 2 қалады, тең 4-ге екен. Балалар, үшіншісі мысалда келтірілген, оны шығармаймыз. Төртіншісін шығарайық. Қараңыздар, екі өрнектің көбейтіндісі берілген. Яғни көбейтек. Алдында бірінші бөлімдерін көбейтеміз. Косинус альфаның косинус альфа көбейтіндісі косинус квадрат альфаны береді. Одан кейін міне бірінші 1 плюс синус альфаның альфа мен 1 минус синус альфаның көбейтіндісі. Бұл дегеніміз алымында бөлімін жазып қоямыз. Косинус квадрат альфа. Алымында қараңыздар а плюс в, а минус в. Яғни а квадрат минус в квадратты береді. 1-дің квадраты 1 минус синус альфаның квадраттары синус квадрат альфаны береді. Тең. Қараңыздар, бөлімін жазамыз. Косинус квадрат альфа. Алымында 1 минус синус квадрат альфа бізде косинус квадрат альфаны береді. Тең, 1-ге тең. Яғни бізде есептің берілгені бойынша альфаға тәуелсіз екенін көрсетіп тұрмыз. Тек қара сан шығып тұр. Келесі балалар, 5-шісін қараңыздар. 5-шісінде бірінші бөлімінде екеуіне де 3 көбейтіліп тұр. Жақша сыртынан шығарайық. 3. Жақшаның ішінде синус квадрат альфа міне плюс 3 жақша сыртынан шығып кеткен кезде косинус квадрат альфа қалады. Алымында 2-ні жазып қоямыз. Екеуінде де минус жақша сыртынан шығарамыз. Сол кезде синус квадрат альфа плюс минус шығып кеткен кезде плюс қалады. Косинус квадрат альфа. Тең. Енді қараңыздар, 2 минус синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы не беретін еді? Бізде 1-ді береді.
иә. Одан кейін 3 көбейтілген екеуінің қосындысы 1-ді береді, яғни 1. Яғни бөлімінде 3-ті 1-ге көбейтсек 3 болады, алымда 2-ден 1 алсақ 1 шығады екен. Түсіндік па? Балалар, 6-сында қараңыздар. Бірінші бөлімін жазып қоямыз. Синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа жазып қоямыз. Алымын қараңыздар. Бірінші міне синус квадрат альфаның сыртында квадраты 4 дәрежесі дегеніміз міне екеуінің көбейтіндісі. Одан кейін азайтылған косинус квадрат альфаның сыртында квадраты тең. Бұдан не береді бізге? Қараңыздар, бөлімін жазып қоямыз. Синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа. Енді қараңыздар, біріншісі а квадрат минус в квадратты береді. Бізде а квадрат минус в квадратты береміз. Бұл дегеніміз а минус в, а плюс в-ның көбейтіндісі. Бізде а-ның орнына синус квадрат альфа тұр. Яғни бірінші екеуінің айырмасын жазамыз. Синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфаны береді. Және екінші шақшада синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфаны береді. Келсеңіздер, мына екі санның квадраттарының айырмасына келіп тұр. Енді қараңыздар, синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа мен бөлімі қысқарып кетеді. Алымында тең синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа қалады. Тең. Екеуінің қосындысы бізде формула бойынша 1-ге тең. Түсіндік па? Осымен 4-80 есеп шықты балалар.